Сәлем достар. Бүгін мен өзіме ұнайтын топ 5 дораманы айтатын боламын. Егер сіз көретін қызық дорама таппай жатсаңыз және сізге боевик триллер жанрындағы дорамалар ұнаса, онда сізге бұл видео тура түсті. Ендеше бастайық. 5 орында «Наступила ночь» дорамасын. Мектеп оқушылары лагерге барады, алайда кенеттен бірі жұмбақ жағдайда өліп қалады. Осыдан кейін олар өмір сүру үшін мафия ойынына ұқсас қатыгез ойында еріксіз қатысушы болады. Әр түн сайын біреу өлтіріледі, ал күндіз оқушылар кімнің кінәлі екенін анықтауға тырысады. Шынайы сенім мен өтірік араласқан бұл ойында әркім күдікті болуы мүмкін. 4 орындағы менің сүйікті дорамаларымның бірі «Дружеское соперничество» дорамасы. Дораманың өзінің аты да айтып тұрғандай, дорама бәсекелестік жайлы десек те болады. Дорама Сылги атты қыздың өмірін таныстыруынан басталады. Ол қыз жетім өзі де тұйық қыз еді. Сабағында жақсы оқымайтын. Алайда кенеттен оның сабағы жақсарып, тіпті мектебіндегі ең үздік оқушы атанады десек те болады. Солай ол мектеп ауыстырады, алайда онда Сылгидерде жақсы оқитын қыздар бар еді. Сылги қалай кенеттен жақсы оқып кетті, оның отбасы қайда, оны дорамалар көре аласыздар. Топ 3-тікті бастайтын дорама «Алпауыз тышқан» дорамасы. Орысша «Мыш» дорама детектив жанрын ұнататындар үшін керемет. Басты кейіпкер жас полицей Чонба Ырым. Ол өз ісіне адал әділеттілікке ұмтылатын жас қызметкер. Бір күні ол психопат сериялық кісі өлтірушімен бетпе-бет келеді. Бұл оның өмірін 180 градусқа өзгертеді. Бар ыммен тәжірибелі детектив Ко Сучи қылмыскерді ұстауға тырысады. Алайда Ырым өзінің бойынан түсініксіз ерекше қасиеттер байқай бастайды. Ары қарай не болды? Оны дорамалар көріңіздер. 2 орындағы дорама «Ма все мертвы» қазақша «Біз бәріміз өлікпіз» дорамасы. Оңтүстік Кореядағы бір мектепте биология мұғалімі өз баласына көмектесемін деп вирус жасап, зомби вирусын байқамай таратып жібереді. Оқушылар мен мұғалімдер бір сәтте зомбиге айналып, бүкіл мектеп тозаққа айналады. Басты кейіпкерлер бірнеше тірі қалған оқушылар өмір үшін күресіп, мектептен шығудың жолын іздейді. Менің ең сүйікті дорама, 1 орындағы дорама, ол әрине «Слабый герой» дорамасы. Сындарлы, сабырлы ақылды Йон Шиын мектептегі үлгілі оқушы. Сырттай әлсіз көрінгенімен, ол өте ақылды, логика мен стратегияны жақсы меңгерген. Бір күні ол достарымен бірге мектептегі буллингке қарсы тұрып, өзінің әлсіз еместігін дәлелдейді. Ол ешқандай күш қолданбай-ақ миын, тапқырлығын және төзімділігін пайдаланып бұзақыларға қарсы шығады. Уақыт өте келе, бұл жай ғана төбелес емес, шын өмір үшін күреске айналады. Достар, егерде сіздерге менің салған видеом ұнаса, өтінемін лайк басып каналға тіркелуді ұмытпайық. Сіздер үшін ең қызықты дорамалар мен фильмдерді қысқаша айтып бере аламын. Немес олардың тізімдерін жасап бере аламын. Ендеше ендігі видеода кездескенше.